Сәлем достар, бүгін біздер жаңа жылға қарай скидка болып жатыр дегесін кілемдерге біздер қала жаққа шығып бара жатырмыз. Біз өзіміз ауылдық жерде тұрамыз. Жетібай деген қалаға келсек, қалада деген пробка көп, праздникке қарсы машин де көп. Біздер жаңа кілемдер ярмаркасы болып жатыр дегенге келе жатырмыз. Балам екеуміз асығып сол жерге келдік. Кілемдер жәрмеңкесі деген нән домның астында үлкен подвалда ашылып жатырған кілемдер жәрмеңкесі дегесін қазір енді көреміз. Со қапылып Новый годқа қарсы 30-31 созылады дегесін біздер келе жатырық. Сол 31-не келсек ме, іші деген күшті екен, кең, кілем де көп. Сол шетінен бастап жаймен аралап бастадық. Кілемнің де неше түрі бар. Біз баламыз екеуміз басымыз қатты, қайсын аларымызды білмей. Біздер 3-4, сосын 2,5-да 3,5 кілем, 2 бірдей кілем керек болды. Біз ондай бірдей кілемді таба алмадық. В общем, 2 сағаттай жүрдік, сол таба алмай. В общем, мынандай патнос бар кілемдер бізге қиын түсті. 2 бірдей кілем не істеу, табуда. Сонымен әрі қарадық, бері қарадық. Сонымен біраз қарап тұрдық. Адамда көп екен. Жалпы кілем алып жатқан. Маған мына кілем ұнап еді. 2 бірдей, бірақ размері келмейтін болды бір жағына да. Бір жағына енді келіп қалады. Басымыз қатып тұрдық. Сосын ақыры 2 бірдей кілем табылды, бірақ патнос емес та. Сызығы бар. Соны не істедік? Соны ораттық. Үйге барғасын бұйырса көрсетемін. Балдар сықайтып, буып түйіп, машинге сиятындай қылып орап бердім. Енді біз бұл жерде 2 сағаттай жүрдік қой, кеш болып қалды уже. Үйге продукт алуымыз керек қарайған. Сонымен продуктовый базарға келдік. Жәшігімен мандарин балдарға, алма дүкенге кіріп, сол керек заттар, праздничный столға сол керек заттардың бәрін алдым. Баламыз екеуміз. Сөйтіп жүргенде түн болыпты, уже кеш болады, өзіміз енді әбеттен кейін шыққасын. Тортымызды алдық, сөзге түстік, сонымен жаңа жылымызды тойладық.